Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай ерекше мінсіз шиғырағын үйретемін. Ол үшін бізге қажет 6-да 6 құрақ көзімізден 4 штук қажет, және ені 4 сантиметрден қызыл, ақ және сұр түсімізден мата жолақтары қажет. Бірінші сары түсімізге сұр түсімізді тігеміз. Түгін бүйтіп ұстаған кезде төменге қарап тұру керек. Және мен құраққа ешқандай астар салып атқан жоқпын, себебі материалдарым қатты. Сіздер астармен салуларыңызға болады. Түсін де өздеріңіз қалаған түсті таңдай аласыздар. Құрақты бастағанда міндетті түрде закрепка бересіздер. Закрепка бермесеңіздер, құрақтарыңыз сөгіліп кетеді. Міне. Енді тағы былай тігеміз. Артықтарын кетіресіздер. Міне осылай болып шықты. Енді біз ақ түсімізді осылай тігеміз. Бұның да түгін қарайсыздар. Төменге қарай жатып тұр. Міне, енді қызыл түсімізді тігеміз. Қызыл түсімді таза мақпалдан алдым. Осылай. Міне, бір несін. Міне, мен бір қатарын айналдырып шықтым. Дәл осылай қылып, 4 қатар қылып айналдырып шығасыздар. Міне, құрағымыздың бір шаршын дайындап алдық. Енді дәл осылай қылып, 4 шаршы дайындаймыз құрағымызға. Міне, құрағымызға 4 шаршын дайындап алдым. Енді бұл құрақты сіздер әртүрлі қылып істей аласыздар. Мысалға, ортасын қызылдығын келтірсеңіздер. Міне, мына құрақта осылай қызылдарын келтірсеңіздер, мозаика құрағы болып шығады. Ал ақтарын келтірсеңіздер де, осындай құрақ болып шығады. Ал мен бұл құрақты ортасына сұр түсті келтірем. Міне осылай. Енді осылардың бастарын біріктіріп аламыз. Міне, бір несін осылай тіктік.
Міне, бір тұсымызды ортаға келтірдік, енді осылай біріктіріп тастаймыз. Міне, құрағымызды біріктірдік. Міне, осындай құрақ болып шықты. Размері 48-да 48. Өте әдемі ерекше құрақ. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.